Қазақ химиялық технологиялық институтында 1981 жылдан бері ұстаздық еңбек жолын бастап, аға оқытушы, доцент, профессор, кафедра меңгерушісі, декан қызметтерін атқарған, академик Нұрлыбек Асланұлы Жолдасбековтың шәкірті болған Абдрашев Саттар Жүсіпұлы 7 жылдық мерейтойымен құттықтауға рұқсат етіңіз. Оқып жатпай-ақ қойып, кешке жақын өзіңіз үйге барған соң оқисыз. Ал енді ғылыми кеңестің атынан, бүгінгі біздің оқытушы профессор құрамының атынан шын жүректен құттықтап, жасыңызға жас қосылсын. Мына біздің юбилейменен құттықтап, аман-есен осы біздің оқытушы профессор құрамының үлес салмағын арттырып, жүре беріңіз деген Кию басылады же. Бұл шатан келді. Құрметті кеңес мүшелері, құрметті дәрігер қызы, мен бұл жетіске келіп марапаттап жатқандарыңызға үлкен рахметімді айтамын. Енді осы ұжымда 38 жыл жұмыс істеп жатырмын. Жаман жақсы қызметтер атқарып, біраз басшылармен мынау енді өзіңіз келіп жатсыз. Құда қаласа біз үлкен үміт күтеміз. Өзі қиын мәселесі көп, сала білім саласы. Сондықтан сізге осы ұжымға, осы жолда, осы істерді атқаруда сізге табыс тілейміз. Абыроймен қызмет атқара беріңіз. Бәріміз сол жетістікке қолымыздан келген өмірімізді аямай қызмет ете береміз деп ойлаймын. Рахмет, табыс тілейміз. Республикалық дарындылық дамыту орталығының өткізген педагогикалық шеберлік дарындылық дамыту орталығының сайысына ерекше белсенділікпен қатысып, үздік педагогикалық тәжірибе бағытында бірінші орын жүлдесін иеленген қазақ тілі кафедрасы меңгерушісі Турабаева Ләззат Қалдыкулқызы бірінші дипломмен марапатталды. Ұйымдастырумен білім сапасын бағалау жүйесін халықаралық стандарттарға бейімдеу мақсатында ұйымдастырылған Конституция адам құқықтарын қамтамасыз етудің кепілі атты халықаралық олимпиадада біздің Түркменстаннан келген студенттеріміз бірінші орын дипломымен марапатталды. Үздік топ деп Хаидов Калый Мурат, Хаидова Күнча, Хамраев Алишер деген студенттер марапатталды. Түркмен студенттерінің атынан университетіміздің ұжымына барлық профессор мұғалімдерге үлкен алғысымды айтамын. Біз 4 жылдан бері осы Қазақстанда жүрміз, білім алып. Бізге Қазақстан, Шымкент, өзіміздің екінші елімізге өлінді. Мен үлкен рахмет айтамын бәріңізге. Бізді қолдағаныңыздар үшін. Астана қаласының 20 жылдығы аясында оқу орындары арасында қылмыстық кодекс қылмыстылық пен жазаны айқындайтын құқықтың негізгі көзі атты пәндік олимпиададан бірінші орынды иеленгені үшін бірінші дәрежелі дипломмен заңтану факультетінің төрелік тобы марапатталды. Астана қаласына барып, бұндай орын алу оңай емес, сондықтан құттықтап қояйық. Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің 75 жылдық мерейтойына орай бірінші курс студенттер арасында өткізілген факультет аралық спартакиадада заңтану және халықаралық қатынастар факультетінің жалпы командасы бірінші орын дипломмен марапатталды.